Саламатсыздар ма? Бүгін 2-ші сынып әдебиеттік оқудан 77-ші сабақ Наурыз жыл басы тақырыбында сабақ өткелі отырмыз. Сабақтың мақсаты мәтіннің мазмұны бойынша жоспардың ретін анықтайсың. Наурыз мерекесі туралы түсінік аласың. Бірінші тапсырма бойынша балалар, суреттерге қара, қайсы Наурыз мерекесіне тән. Бұл жерде сурет шыршаның, Қыдыр бабаның, Аяз атаның, көктемнің гүлдеп тұрған ағаштың суреті берілген. Бұл жерде Наурыз мерекесіне тән Қыдыр баба менен көктемнің гүлдеп тұрған ағашы. Екінші тапсырма бойынша балалар, түсініп оқу. Әз Наурыз туралы аңыз. Наурыз ата 2 ағайынды болыпты. Өзінен туған бала болмапты. Ал інісінің балалары көп екен. Оларды Наурыз атаның кемпірі бауырына тартып жақсы көріпті. Көктемнің алғашқы айының соңында көже жасайды. Көжеге ет, құрт, тары, бидай, кеспе қосады. Сөйтіп бәрін бір тойғызады екен. Наурыз ата мен кемпірі дүниеден өтеді. Жылдағы мезгілде балалар Наурыз атаның үйінен ішетін көжесін сағынады. Содан бері жыл сайын әр үйде осындай көже жасалады. Ағайын туыстар бірін-бірі шақырып, көжені бөлісіп ішеді. Наурыз атаны еске алады. Келесі Наурызда аман-есен көрісуді тілейді. Өзара тілек айтысып тарасады екен. Осы әдет бірте-бірте Наурыз көже атанып, салтқа айналыпты. Бұның авторы Нұрқасым Қазыбеков. Ал балалар, енді сөздікпен жұмыс жасаймыз. Бұл жердегі мәтіннің ішінде бізге әз және бауырына тарту деген сөздің мағынасын түсіндіре кетейін. Әз бұл қасиетті, қадірлі, ардақты. Бауырына тарту деген сөз ол өз баласындай жақсы көру деген мағынаны білдіреді екен балалар. Ал дәптерімізді ашып, осы сөздікті жазып аламыз. Үшінші тапсырмамен жұмыс жасаймыз. Үшінші тапсырмада бізде мәтіннің мазмұны бойынша жоспарды ретімен оқы дейді. Әженің көжесі Наурыз көже, Наурыз ата. Яғни бұл жерде жоспар бойынша құратын болсақ, бірінші Наурыз ата, екінші әженің көжесі, үшінші Наурыз көже. Төртінші тапсырма бойынша Наурыз мерекесіндегі дәстүрлерді ата. Наурыз мерекесінде мынадай салт дәстүрлер орындалады. Олар Наурыз тойы, Наурыз жыры, Наурыз көже, Наурыз бата, Наурыз саумалық, Наурыз ша, Наурыз көк, Наурыз төл, салт өткізер деп аталады. Бесінші тапсырма бойынша дәптермен жұмыс. Суретке қара, Наурыз көжеге қосылатын 7 түрлі дәмнің атын жаз. Ал енді 7 түрлі дәмнен жасалатын Наурыз көжеге қосылатын заттардың атын жазамыз дәптерге. Наурыз көжені 7 түрлі дәмнен бидай, тары, күріш, ет, тұз, айран, су қосып әзірлейді. 6-шы тапсырма бойынша Наурыз мерекесін отбасын қалай тойлайды деген сұраққа жауап берейік. Наурызда біз отбасымызбен бір дастархан басында жиналамыз. Анам Наурыз көже, бауырсақ дайындайды. Дастархан үстінде барлығымыз бір-бірімізге жақсы тілектер айтамыз. Тамақтанып болған соң, атам асқа бата қайырады. Оқушыларға тұлпар бағалауы 10 балдық жүйе бойынша
өз-өзін бағалау арқылы бағаланады. Яғни оқушылар әр тапсырмадан кейін өзінің жауабына тиесілі балын жинай отырып, сабақтың соңында қорытынды балын, яғни өзінің бағасын шығарады. Сабақтың соңында оқушылардан кері байланыс алынады. Түйе қоржынына салу. Сары түсті бұл. Тақырып бойынша әлі де ізденуім керек. Қызыл түс маған түсініксіз болды және қиындықтар кездесті. Жасыл түс тақырыпты жақсы түсіндім, сабақ ұнады. Осылай оқушылар өздерінің таңдаған түстеріне алашаларын қойып шығады.